PowerPoint қосымшасында интернет су ойын жасап үйренеміз. Бұл мақал материал табу викторинасы. Мақалдардың жартысын табу арқылы балдар көбелектерді гүлдерге қондырады. Бұл үшін бірінші Word документін дайындап аламыз. Ол жақтағы мақалдарды дайындап қоямыз барлығын. Сосын жартысын копировать ете аламыз да. Бірінші презентация қоямыз. Бірінші жартысын бірінші төртбұрыштың ішіне. Сосын ортаңғы екінші жартысын копировать етіп аламыз да. Презентацияның екінші жартысына төртбұрыштың ішіне жазамыз. Бұл жерде мұқият болуымыз керек. Төртбұрышты фигура жылжып кетпеу керек. Тек қана ішіндегі надписін жайлап қана өшіріп қоямыз. Бұл менің бірінші слайдымдағы копировать еткен, дублировать еткен слайдтарым. Соның ішіндегі барын алып тастаймыз да, өзіміздің жаңа мақалдарды осылай жазып аламыз барлығын. Міне осында соңғы мақал қалды. Дала көркі мал деген жартысын қойдық. Екінші жартысын копировать етіп ставить етеміз. Бұл жерде қала көркі тал. Міне осылай ені қалған бірін басамыз, выделять етіп, шрифт деген батырманы басамыз да, қалған төртбұрыштардың үшін бастаған кезде барлық осылай бірде болып өзгертілетін болады. Бұл жерде шрифтті өзгертеміз, әдемі қылдырып, үлкендеу қылдырып, балдарға көрсін деп. Шрифтін жасап алғаннан кейін мына төртбұрышты фигуралардың өзін дұрыстаймыз. Барлығы бірде болып тұрады. Ұзын болса олардың жасын қысқартамыз да, жақындатып қоямыз. Өзімізге қарай, қалай бізге әдемі көрінеді, солай өзгертіп қоямыз. Міне барлықтарын бірде қылдырып мен өзгертіп жатырмын. Бірде болған кезде әдемі көрінеді барлығы. Шрифтің үлкен қылдырамыз, көбелектерді бірде қылып түзедік, гүлдерді. Төменде гүлдерді қараймыз, жуып шығу керек. Осылай біздің дайын. Міне басамыз. Атадан мал қалғанша тал қалсын. Сөз сағасы құлақ дегенді басқан кезде су сағасы бұлақ шығады. Келесін басқан кезде осылай дұрыс жауаптар айтқан сайын балдар көбелектер гүлдерге келіп қона қояды.